Сәлем достар, бүгін сіздерге күрішті қалай езбей, әдемі шашыраңқы етіп пісіруге болады, соның рецептін сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен менің карныма тіркеп қойыңыздар. Ең алдымен күрішті жақсылап жуып, алдымен кішкене ғана 2-3 секундтай қуырып аламыз. Ешқандай май қоспай, жақсылап қуырып аламыз. Сосын үстіне міндетті түрде қайнаған су құясыздар. Салқын су болмайды. Қайнаған су құйып, жақсылап қайнатасыздар. Суымыз қайнаған соң көбігін алып, бетіндегі жақсылап көбігін алып, кішкене қайнатып, астын жай қойып, бұқтырып қоясыздар. Видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Дәміне қарай тұз қосасыздар. Кішкене ғана суымыз тартылған соң, оны бұқтырасыздар. Астын жай қоясыздар. Міндетті түрде жай қою керек, асты күйіп кетуі мүмкін. Міне күрішіміз дайын болды. Ойлағандарыңыздай шашыраңқы болып, ешқашанда езілмей, әдемі болып пісіпті. Ал енді оны өздеріңіз әдемілеп, әсемдеп қалауларыңыз бойынша дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жанына пюре қосып, котлет қосып, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Күріштеріңіз езілмей, әдемі болып пісетін болады.